Апы Чехоп бәс. Қарт банкір кітап бөлмесінде арлы-берлі жүріп, 15 жылдың алдындағы осындай көз күндерінің бірінде өткізілген сауық кешті есін алды. Сауыққа жиналған жұрттың арасында оқымыстылар да мол еді. Олар ойын әредігінде қызу әңгімеге кірісті. Көз күндерінің көзге түрсе көргісіз қараңғы түн еді. Әңгімелерінің тақырыбы біртіндеп өлім жазасы мәселесіне ауысады. Қонақтардың арасында оқымыстылар мен ақпарат тілшілері де аз емес. Олардың дені бұл бір көнерген жаза тәсілі, моралға жат. Ғайса рухындағы мемлекеттердің қолдануына үйлеспейді деп өлім жазасын құптамайды. Қонақтардың кейбірі өлім жазасының орнына мерзімсіз қамақ жазасын қолдануды дәріптейді. Сендердің бұл көзқарастарыңды мен құптай алмаймын, дейді қонақ иесі. Өлім жазасы дегенді мен басымнан кешпеген жанмын. Мерзімсіз қамақ жазасының азабында тартып көрмеген екенмін. Әйтсе де тұспалдар болсам, мұнда мен қалайда өлім жазасы мерзімсіз қамақ жазасына қарағанда бір шама моралды, рақымды жаза деп қарар едім. Өлім жазасы жаныңды қас қағымда жалмайды. Ал мерзімсіз қамақ жазасы адамды әбден титықтатып, жүйкелетіп түбіне жететін жаза. Осы екі түрлі жазаны салыстырар болса, қайсы адамгершілікке жақын, моралға жуық жаза? Екеуі де ұқсас моралға жат. Өйткені бұлардың мақсаты адамды жанынан жұда ету. Мемлекет құдай емес. Оны көндіргеніңмен адамды қайта тірілте алмайсың. Сол себепті мемлекеттің адамдарды жанынан жұда ететін құқығы жоқ, дейді қонақтардың біреуі. Отырғандардың арасында 25 жастар шамасындағы бір адвокат бар еді. Басқалар одан бұл мәселеге қалай қарайтынын сұрағанда, мейлі өлім жазасы болсын, немесе мерзімсіз қамақ жазасы болсын, бәрі де моралға жат. Жиренішті әрекет. Әйтсе де біреу маған осы екі жазаның қайсысын таңдайсың десе, әрине мерзімсіз қамақ жазасын таңдар едім. Жарық дүниеде жасаған, қара жердің астында жатқаннан әлдеқайда жақсы ғой, деді оларға. Осыдан соң қиян-кескі айтыс басталады. Бұл банкірдің қайраты қаратасты қақ айратын жалындап тұрған жастық шақ еді. Мына сөзің дұрыс емес. Мен білсем, сен түрмеге мерзімсізді қойып 5 жылда отырып шыдай алмайсың. Сенбесең, бәске 1 миллион тіктім, дейді адвокатқа. Ашуға мінген банкір үстелді жұдырығымен айғайлай ұрып. Сөзіңде тұрсаң, түрмеге 5 жыл емес, 15 жыл отыруға өзіңмен бәстесер едім, дейді адвокат. Түрмеге 15 жыл отырып шыдаймын дейсің бе? Мақұл, ендеше тыңдап отырсыңдар ғой, мырзалар, бәске 2 миллион тіктім, деді банкір даурыға. Айтқаның болсын, бәске бас еркіндігімді тіктім, деді адвокат. Барып тұрған сорақы әрі жиренішті бәс міне осылай тігіледі. Ол кезде қанша 100 мың қазына байлығы бар екенін банкірдің өзі де анық білмейтін. Шолжаңдап өскен алаңғасар, әлкеуде банкір адвокатпен осылайша бәс тігіскеніне есі шыға мәз болады. Ас түнде ол адвокатқа: «Әй, басының дымы кеппеген балаң жігіт, есіңді жи. Айтқаныңнан айнысаң әлі де кеш емес. 2 миллион мен үшін түк емес. Ал сен үшін бұл қатерге бас тіккеніңмен барабар. Өміріңнің ең оралды шағынан айырыласың. Түрмеге 4-5 жылдан ұзақ, өзі де отырып шыдай алмайсың. Тағдыры тайқы, бейшара бейбағай. Абақтыға өз еркімен отыру зорлаумен отырғаннан әлдеқайда азапты болатынын білсең етті. Түрмеден кез келген уақытта шығып еркіндікке кенелуіме болады дейтін ой абақты азабын ауырлатпаса жеңілдетпейді. Сен сорлығы жаным ашиды». Кітап бөлмесінде арлы-берлі жүріп, осы бір өткен істі есін алған банкір еріксіз: «Мен неге тіктім екендеш, құрып қалғыр қу бәсті бол», деп сауал тастайды өзіне. Адвокат өмірінің 15 жылдық оралды шағынан айырылды. Ал мен 2 миллионымды зая еттім. Сонда бұл бәс кімге пайда жеткізеді? Өлім жазасының мерзімсіз қамақ жазасынан жеңілірек немесе ауырырақ екенін мұны мен дәлелдеп беруге болар ма жұртқа? Мүмкін емес, мүлде мүмкін емес. Бұл ешқандай мән мағынасы жоқ, ақымақтың ғана ісі. Әлкеуде әулекілігімнен ас ішіп аяқ босатуды ғана білетін тоғышарлығымнан туындаған шаруа. Ал адвокаттың көкейін тескен көктейіннің кеселі. Банкір енді баста баяндалған сол бір сауық кештен кейінгі істерді есін алды.
Сол кезде ол әлгі адвокатты сөзсіз өз үйінің артындағы бақшадағы жалғыз ауызды аядай тар үйге көшіріп әкеліп, тұтқынның түрмедегі өмірін қатаң бақылауға алу бекіміне келеді. Ол адвокатты 15 жыл бойы есіктен аттап шығаруға болмайды. Басы еркін жандарға терезеден ғана көзін сатып, үнін естуіне, газет-журнал, хат-қағаз қабылдауына ғана болады деп белгілейді. Оның күй тыңдап, кітап оқып, хат жазуына, арақ ішіп темекі шегуіне жол қояды. Келісім бойынша сыртпен, қабырғадағы арнайы шығарылған көздей тесікпен ғана байланыс жасауына жол беріп, сөйлеуіне рұқсат етпейді. Кітап, нота, арақ, темекі сияқты қажетті нәрселерін бір жапырақ қағазға жазып алдыруына болады. Мұндай нәрселер қанша қажет етсе сонша беріледі, бірақ мұны терезеден алуына ғана рұқсат етіледі. Келісімде тағы егжей-тегжейлі түрлі ереже тізімдер белгіленіп, адвокатты ауашалап, қатаң бақылау кепілдендіріледі. Ол абақтыда 1870 жылы 14 қараша сағат 12-ден 1885 жылы 14 қараша сағат 12-ге дейін 15 жыл отырады. Келісімге қайшылық жасау ниетінде болса, яғни абақтыдан уәделі уақытынан 2 минут ерте шығып кетсе, банкірдің 2 миллионын беру уәдесі күшінен қалдырылады деп белгіленеді. Абақтыда болған алғашқы жылы адвокаттың келте хаттарына негізделгенде ол жалғызсырап қатты жабыққан, айрықша азаптанған. Мейлі күн немесе түн болсын, адвокат жатқан аядай үйден пианиноның дауысы толассыз естіліп тұрған. Ол арақ ішіп темекі шегуден бас тартады. Арақ адамның нәпсісін қоздырады, ал нәпсі абақтыдағы адамның қасшауы. Жаныңды жегідей жейтін азаптың әкесі арақ шалмағаның емес, жан баласына жолыға алмағаның. Ал темекі аядай абақтының ауасын ластайды деп жазыпты. Ол бір жолғы хатында. Абақтыда отырған алғашқы жылы адвокат ылғи вақиға желісі күрделі ғашықтық әңгімелер, барлаушылық жайында хикаялар, аңыз ертегілер және комедия сияқты кісінің көңілін сергітіп, жанын желпіндіретін шығармалар алдырып оқығанын айтыпты. Екінші жылы адвокаттың аядай үйінен шығатын пианиноның үні өшті. Ол тілдей қағаздарға классик шығармаларды ғана қажет ететіндігін жазады. 5-ші жылға келгенде абақтыдан ойнақы саз қайта шығандайды. Тұтқын түрмеге арақ темекі енгізуді өтінді. Көздей тесіктен адвокатты бақылайтындардың айтуынша, ол осы жылы тамақ жеп арақ ішумен, төсекте жатып есінеп құсынаумен, ашу шақырып, өзінен өзі күбірлеп сөйлеумен ғана болыпты. Кітап оқығанды қойып, кей күндері түнде төсектен тұрып ұзақ отырып жазу жазып, жазғандарын таң атысымен түгелдей ұсақтап жыртып тастайды екен. Ол әуелі адвокаттың әлденеше рет солқылдап жылаған үнінде естіпті. Абақтыдағы 6-шы жылдың соңғы жарымында адвокат тіл, философия және тарих зерттеуге құлшына кіріседі. Ол осындай білімдерді бар ықыласымен беріле зерттейді. Оның қажет еткен кітабына заказ беріп, жет салмай банкірдің басы қатады. Кейінгі 4 жылда адвокаттың талабымен банкірдің сатып алған кітаптары 600 данадан асады. Адвокат кітап оқудың ләззатына шомып жатқан тұста банкір оның бір хатын тапсырып алады. Сүйікті түрме бастығы Ден мырза, өзіңізге 6 тілде хат жолдап отырмын. Бұл хаттарды қатысты мамандардың оқып көруіне тапсырғайсыз. Егер олар хатымнан бірде-бір қателік таба алмаса, сізден өтінерім сол, біреулерге бақшадан аспанға қаратып, бір тал оқ атқызыңыз. Мылтықтың үні маған талпынысымның текке кетпегенін хабарласын. Әр ел тарихындағы таланттылардың қолданған тілдері ұқсас болмағанымен, олардың жан дүниесі оттай ыстық сезім. Білгіңіз келсе, мен оларды толық түсінгендігімнен ішкі жан дүнием пәни тірлікте болмаған зор бақыт құшуда. Тұтқынның тілегі орындалады. Банкір біреулерге бақшаға апарып, аспанға қаратып 2 тал оқ атуды тапсырады. 10 жылдан кейін адвокат үстел басында тап жылмай отырып, Інжілді оқумен болады. Банкір бұған қатты ғажаптанады. 10 жылда 600 томдық күрделі шығармаларды оқып тауысқан адвокат мынандай түсінікті, әрі жұп-жұқа кітапты оқуға неге табаны күректей 1 жыл уақыт жұмсайды деп ойлайды. Адвокат Інжілді оқып болған соң, дін тарихы мен дінге қатысты шығармаларды оқиды. Абақтыдағы ең соңғы 2 жылда тұтқын талғамсыз әртүрлі кітаптарды оқумен болады.
Бірде жаратылыстық ғылымды зерттеуге ат басын бұрса, бірде Байрон мен Шекспирдің шығармаларын чиырлайды. Жазған кейбір қағаздарынан оның ылғи медицинаға қатысты кітаптармен, роман, философиялық диссертациялармен, немесе діни шығармалармен қамдауды талап еткенін көруге болады. Кітап оқығаны бейне суға түсіп кетіп, шыбын жанын құтқару үшін қайықтың су бетінде қалқып жүрген ана сынығын, біресе мына сынығын ұстауға жан таласа қарманған адам іспетті деді. Осы бір өткен істер есіне оралған банкір. Ертең сағат 12-де ол еркіндікке ие болады. Келісім бойынша мен оған 2 миллион тапсырамын. Егер жығынды болған ақшамды, оның қолына көк тиынын да кемітпей түгел салсам, бір жолата күйреймін, тақыр жерге отырамын деп ойлайды. 15 жылдың алдында зайыры қанша миллионы бар екенін ол өзде білмейтін. Бүгін міне мал-мүлкім көп пе, әлде арқалаған қарызым көп пе деп өзіне үреймен сұрау тастап отырған банкирдің кейпі мынау. Сауда базарында бүкілдей салымына сүйеніп құмар ойнайтын, тәуекелшілдікпен сауда жасайтын жеңілтек мінезін ол қартайып қайраты қайса да өзгерте алмады. Осы бір алып ұшпа, ұрыншақ мінез оның кәсібін біртіндеп құлдыратты. Қорқудың не екенін білмейтін, өзіне артықша сенетін шіріген тәкаппар бай қазір орташа ауқатты банкирге айналды. Акцияның бағасы артынан құлдырап, банкирдің бойын үрей билейді. Қарғыс атқыр қу бәс, қарғыс атсын сені деп күбірлейді. Күдері үзілген қария басын құшақтап. Бұл неме абақтының түбінде неге шіріп өлмеді екен деші. Ол қазір 40-та, қылыштай қылшылдаған шағы. Адвокат көп ұзамай менің қолымдағы қалған ақшамды қидай сыпырып алады. Онан соң бас құрап, бауырына қазан асып, балдай тәтті тұрмыстың ләззатына батады. Акциямен айналысады. Ал менші? Баяғы үрерге иті, сығарға бейті жоқ қайыршы болып шыға келемін. Оған қызғана көз сатумен ғана боламын. Әр күні адвокаттан еститінім: сен неткен сорлы едің, расау Құдайдың берері жоқ, біреудікін біреуге бұрып береді деген емес пе? Сен болмасаң, маған мына бақыт қайда? Қол үшін бер дейсің ғой. Қайдан болсын оған, тым өрескелдік болады бұл. Күйреумен намыстан құтылудың бірден бір жолы өлу ғана деген мүсіркеу шығар. Сағат қоңырауы 3 мәрте соғылды. Банкир бұған тәптіштей құлақ тұрды. Үй ішіндегілер шырт ұйқыда. Терезеден сырттағы тоңазыған ағаш бұтақтарының сүркелі сылдырғаны естіледі. Ол шамасының келсінше дыбыс шығармауға тырысып, қауіпсіз шкаптан істетілмегеніне 15 жыл болған есік кілтін алып, ішігін киіп тысқа шықты. Бақша қараңғы әрі суық еді. Жаңбыр сіркіреп құйып тұр. Азынаған суық жел ағаштардың тынышын алады. Банкир бажайлап қараса да жер бетін көре алмады. Ақ мәрмәр мүсінмен аядай үйді де, айналадағы ағаштарды да көре алмады. Ол шағын үйдің маңайын қолымен қармап, күзетшіге 2 дүркін дауыстап еді, жауап қатқан жан болмады. Жаңбырлы бораннан бой тасалаған күзетші бұл кезде ас үй мен гүлхананың бірінде ұйықтап жатқаны анық. Егер батылдықпен мақсатымды орындай алсам, деп ойлады қария іштей. Онда күмәннің алдымен күзетшіге артылары хақ. Қария көзге түрсе көріксіз қараңғыда сипалап жүріп, үйдің баспалдағын, онан есігін тауып, ауыз үйге шықты. Онан сипалап жүріп, тас қараңғы тар залға кіріп, сіріңке шақты. Бұл үйде жан баласы жоқ екен. Үстінде көрпе жастығы жоқ қаңқиып бір төсек, қара көбелектей қалқиып бір бұрышта қара меш тұр. Тұтқын қамалған үйдің есігінің пешет қағазы да дін аман, жыртылмапты. Сіріңке сөніп еді, қорыққаннан қарияның тұла бойы түршікті. Ол дірілдеген қолымен үйдің кішкене терезесін сипап тауып, ішіне өңілді. Тұтқын қамалған үйден балауыз шамның күңгірт сәулесі көрінеді. Ол үстел басында отыр. Бұл жерден оның ту сырты, шаштары мен 2 білегі ғана көрінеді. Үстел орындықтардың үстімен еден ашулы кітаптарға толған. 5 минут өтті. Тұтқын қыбыр етер емес. 15 жылдық қамақта адвокат тыпыр етпей отыруға әбден көндіккен көрінеді. Банкир сұқ саусағын бүгіп терезені тықылдата қағып еді. Адвокат елеген жоқ. Банкир сосын есіктің пешетін ептеп жыртып, құлпына кілт салды.
тат басқан құлыптан бұрс еткен дыбыс шықты да есік шиқ етіп ашылды. Банкір дереу үрейлі үнмен аяқ дыбысын естимін деп ойлаған еді, бірақ 2-3 минут өтті, үй ішінен еш дыбыс естілмеді. Ол дәуде болса кіруге бекінді. Үстелдің арғы шетінде еш қыбырсыз бір адам отыр. Оның кейпі терге ораған сүйек тәрізді. Сақалы қауғадай, әйелдердікіндей ұзын үйпа-түйпа шашы иығын жауып тұр. Жауырыны қушиып, өңі сарғайған, екі ұрты суалып ішіне кірген, етсіз білектері шидеген шырпыдай. Бір қолымен үйпа-түйпа ұзын шашта басын тірепті. Кейпінен адамның зәре құтышады, басы борыл тартыпты. Кәрі шалдай қан сөлсіз қураған жүзін көрген адам оны 40-та дегенге қайдан сенсін? Тұтқын үстелі ұйықтап отыр. Үстел үстіне қарай салбыраған шаштарының астында жыпырлаған жазуға толған бір жапырақ қағаз тұр. Бейшара бейбақ ұйықтап кеткен екен ғой, деп ойлады банкір. Дәл қазір түсіне 2 миллион кіріп жатқан шығар оның. Мынау жаны барды жоқты денені төсекке көтеріп апарып, жастықпен тұншықтырып өлтірсем, оның қалай жан үзгенін кәсібіне қандай шөгел шипагер болса да таба алмаса сірә. Әуелі оның не жазғанын көрейін. Банкір үстелдегі қағазды алып, төмендегі сөздерді оқыды. Ертең сағат 12-де мен бостандыққа шығамын. Жұртпен барыс-келіс жасайтын құқыққа ие боламын. Әссе де осы үйден шығудан, күннің көзін көруден ілгері өзіңе бірер ауыз лебіз білдіруді жөн көрдім. Саған кіршіксіз таза көңілімен өзіме қадала қараған Құдайдың алдында былай деп жариялаймын. Мен еркіндіктен, өмірден және денсаулықтан жеренетін жанмын. Сендер анау кітап дейтіндеріңде айтатын пәни тірліктегі бақыт атаулының бәрінде жек көретін жанмын. 15 жылдан бері мен пәни дүниедегі тұрмыс дейтінді зер сала зерттедім. Шынында жер мен көкті көре алмағаныммен, жұртпен жүздес алмағаныммен, сендердің кітап дейтін нәрселеріңдегі хош иісті шарапты ішіп ән шырқадым. Тоғай арасында топ-топ бұғымен доңызды қуаладым. Қыз-келіншектермен махаббат жайында сыр шертістім. Анау талант ақындарыңның киелі қаламынан туған, сансыздаған ай дидарлы арулар әр күні мақпал түнді жамылып, құзырыма келіп амандасып тұрады. Олардың нәзік үнімен наздана айтқан хикметке толы хикаяларын естіп, қиял қызығына батамын. Сендердің кітаптарыңда мен Элбрус болон шыңдарына шығамын. Құз басында тұрып, таңертеңгі күннің ұясынан көтерілгенін көремін. Батар күннің көк аспан мен көк бұйра теңізді, найза шыңдарды нарт қызыл шапағына бояғанын қызықтаймын. Осында тұрып, от нажағайдың қара бұлтты қақ жарып, адам тәрізді жыланша кезгенін тамашалаймын. Сыңсыған жасыл орманды, сайын сахараны, өзендер мен көлдерді, қалаларды көремін. Теңіз жадыгөйлерінің шырқаған әндері мен шопан сыбызғысының сазды үнінде естимін. Әуелдесең сұлу сайтанның қос қанатында қолыммен сипағамын. Олар құзырыма келіп қонып, менімен Құдай туралы кеңесте құрған болатын. Сендердің кітап дейтін нәрселеріңнен пәни дүние туралы түпсіз шыңырауға да құлағамын. Мен неғилы кереметтерді де жаратқамын. Адам өлтіріп, қалаларды өртегемін. Жаңа дінді уағыздағамын. Сансыздаған патшалықты бойсындырғамын. Сендердің кітаптарың маған ақыл парасат бағыштап, санама нәр құйды. Қажырлы адамзат идеясының неше миллион жылдан бергі жаратқан барлық жасампаздығы кішірейіп, бүгін міне менің мынау қушиған шақшадай басыма келіп орнап тұр. Мен өзімнің адам атаулының бәрінен зерделі, зерек екенімді білемін. Сендердің кітап дейтін нәрселеріңнен, пәни тірліктегі әр алуан бақыт, ақыл парасат дейтіндеріңнен мен де жиренемін. Мұның бәрі түкке тұрғысыз, қас пен көздің арасында ғайып болатын кісі нанғысыз құр елес қана. Сендер тәкаппар, паң, зерделі де сымбатты болғандарыңмен бәрібір Құдайдың ажал құрығынан құтыла алмайсыңдар. Бір жола құрып жоғаласыңдар. У жеген тышқандай қырыласыңдар. Ал сендердің ұрпақтарың, тарихтарың, өшпес таланттарың жұмыр жермен бірге қатып, көк мұзға немесе өртеніп күлге айналады. Сендер ақыл естеріңнен адасып, теріс жолға түстіңдер. Өтірікті ақиқат қабаладыңдар. Сиықсызды сұлу санадыңдар. Мүбәдә мәлім бір ортада алмағаш мен апельсин ағашының басына жемістің орнына ай ағасынан кесерткі, құрбақа сияқты бірдемелер өніп шықса,
немесе хош иісті роза гүлінен жылқының күлімсі тер иісі бұрқыраса, сендердің бұған ғажаптанатындарың хақ. Әне сол сияқты осындай ұжымақты пәни дүниеге айырбастауға пейіл екендіктеріңе мен де қайран қаламын. Өмірдегінің бәрінен жалтаратын қылықтарыңды жек көретіндігімді сендерге әрекетіммен көрсету үшін мен 2 миллионнан бездім. Бұрын мен мұны ұжымақтай көріп көксеп келген болсам да, қазір оған жирене қараймын. Осы оқығымнан ваз кешу үшін мен бұл арадан вағдалы уақытымнан 5 минут бұрын кетуге бекідім. Сол үшін келісімге қиғаштық жасап отырмын. Банкір оқып осы араға келгенде қағазды үстел үстіне қойды да, осы бір ғажайып жанның басынан иіскеп, кірпігін жасқа ашылап, абақтыдан шығып кетті. Банкір өмірінде ешқашан қиян кескі саудамен тұттай болып ұтылған күндерінде де өзін қорсынып көрмеген жан еді. Ол үйіне барды да төсегіне бүк түсіп жатып қалды. Қатты тебіренгендіктен көзіне жас тығылып, ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Келесі күні таңертең екі өкпесін қолына алып жүгіріп жеткен күзетші оған түрмедегі тұтқынның терезеден шығып баққа кіріп, дарбазаға қарай қашып бара жатқанын көргенін, осыдан соңыдан көз жасып қалғанын айтты. Банкір малайларын ертіп, тізгін ұшымен тұтқын қамалған шағын үйге келіп еді, ол шынында шығып кетіпті. Банкір өсек аяңнан ада күде арылу үшін үстел үстіндегі әлгі оқуғынан безген мәлімдеме хатты алып, үйіне апарып, қауіпсіз шкафқа салып алды.